Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге осындай қарапайым резинкадан қалай әдемі, сәнді болып көрінетін резинка жасауды үйрететін боламын. Оны жасау үшін бізге мата, жіп, тереуіш, қайшы және де резинка керек болады. Ең бірінші біз ұзындығы 35 см, ені 7 см болатын матаны кесіп аламыз. Одан кейін біз матамызды екіге тура ортасынан бүктейміз. Содан кейін жіпті алып матаның екі шетін соңына шейін тігетін боламыз. Мінекей достар, сіздерде дәл осындай тігіс шығып, осындай түтікше сияқты пішінді мата шығу керек. Одан кейін тереуішімізді аламыз да матамыздың соңындағы бір жақ шетіне кіргіземіз. Одан кейін тереуішті ішіне қарай итереміз. Біз дәл осылай матаны оңға айналдырамыз. Міне бізде дәл осылай матаның оң жағы шығуы тиіс. Одан кейін ескі резинкемізді қайшымен ортасын кесеміз де оның бір жақ шетіне тереуішті қадаймыз. Біз дәл осылай оны біздің түтікше сияқты матамыздың ішінен өткіземіз. Енді біз резинкемізден тереуішті аламыз да екі жақ шетін бір-біріне беттестіріп, резинкеміздің ол жерден жіппен инені өткізетін боламыз. Яғни дәл осы жерді бірнеше рет жіппен тігіп өтеміз. Міне бізде дәл осылай шығу керек. Енді біз екі матамызды бір-біріне беттестіріп тігуіміз керек. Оны жасау үшін матамыздың бір жақ шетін ішке қарай бүктейміз де, ал екінші шетін дәл соның астына қарай тақаймыз. Сонда біздің матамыздың шеті көрінбейтін болады. Егер бәрін дұрыстап дайындап болсақ, жіппен тіге беруімізге болады. Міне біздің әдемі де сәнді резинкеміз дәл осылай болып шықты.
Мен оны дұрыстап көрсету үшін қазір сіздерге өзімнің шашыма тағып көрсететін боламын. Егер де менің бұл видеом сіздерге ұнаған болса, осы роликқа лайк басып, комментарий білдіріп кетіңіз. Және де осындай роликтарды көптеп көргіңіз келсе, міндетті түрде менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Ал достар, сау болыңыздар.